Infinity. Саламатсыздар ма? Менің атым Айгерім, 28 жастамын. Осы Алматы қаласында тұрам. 2 баламнан кейін балаларым уже бой жетті. Көтергім келді. Көтеріп едім, менде не болды? Замерші болды. Замерші болғаннан кейін замершіні тазалап алып тастады. Екінші рет біраз жүріп емделдім. Емделіп едім, ем болмады. Қайтадан көтеріп едім, пневматичный болды. Пневматичный болды да, қатты ауырдым жұмыста отырып. Оң аяғым ауырып, мен түсінбедім бірінші не оған. Скорый помощь шақырдық, скорый келді. Олар мен подозрение басқа нәрсеге алып кетті. Сөйтсем, аяғым ауыр екен больницада. Қарасақ, тексерсек, пневматичный болыпты. Пневматичный болғаннан кейін больницаға жатып, операция жасап, трубамды алып тастады, оң жағындағы трубаны. Уже болмайды, уже трубаны жай ғана қалдыруға болмайды екен. Трубамды алып тастады. Алып тастады. Мен жылап, не істерімді білмей. Уже бір трубамен енді қалай біреу көтереді, біреу көтермейді, сондай ғой. Бір трубамды алып тастағаннан кейін емделіп жаттым. Екінші трубамды тексертедім, екінші трубамда бітелген болып тұр. Енді проходимость жоқ. Не істеймін деп жылап, қанша жерге барып көмектескен жоқ. Уже айтты, енді екінші трубаны кесіп тастаймыз, алып тастаймыз. Только экомен дейді. А экоға мен күйеуім келіспейді. Не істеймін деп. Өйткені 2 баладан кейін уже тағы да көтерім келді. Бала сүйгім келді. Мен 2 баламен тоқта қалмай тағы да бала көтерейін деп. Не получалось, жабық деп сөйтті. Сосын жарайды деп кетіп қалдым да, екінші жол тағы лечение алдым. Свечалар енді аптекада неше түрлі нәрсе жазып берді, попробуй деп. Соларды көрдім, соң көтере бересің деді. Жарайды деп екіншісіне барсам, екіншісі нет, невозможно, у вас даже кішкентай ғана нәрсесі ашылған жоқ. Если кішкентай нәрсе хотя бы чуть-чуть ашылған болса, операция жасап, арғатай проходимостьті тазалап берер едік. Олай вообще ашылған жоқ. Даже мен саған қандай лекарство да жазып берерін білмеймін деп сөйтті. Ал енді ана жақта отырым, қаншама деген ақшам кетті менің лекарствоға, свеча, неше түрлі дәрі, нелерге, матканы опущен деп кемпірлерге маткамды көтертіп сөйтті. Түк те болған жоқ. Одан кейін мама келдім, настроением жоқ, не болды? Ештеңе болған жоқ, жабық. Не болды? Ештеңе болған жоқ, жабық. Уже үмітімді үздім, уже күйеуіме айтып отырмын, эко істейміз деп. Қойшы керек емес, қаяқтағы эко деп. Давай істейміз еко. Жоқ, керек емес деп бой бермейді. Анузада тем болған көрші тәте. Магазинге келіп, былай сөйлесіп, нетіп тұратынымыз тампондарды айтты. Өсіп тампон бар бізде, сен попробуй депші. Infinity компаниясынан тампоны. Содан кейін, я тәте, мен де сол тампондарды естігем негізі деп едім. Содан үйге кел, сөйлесек депті. Үйіне бардым, Анузада тенің өз компания туралы бәрі айтты. Infinity компанияның бәрін. Результаттарын көрсетті қаншама. Мен қуанып, тағы да сеніп, енді последний раз енді басқа не істеймін деп, амалым жоқ уже. Жарайды деп, тәтеде как раз бір тампон бар екен, осы бір тампонды көр, тағы да мен саған әкеп берем деді. 7 курс лечения тампон деді. Жарайды дедім, 7 курс лечения. Бір тампонды салғаннан кейін 3 күн жүресің, 1 күн демаласың, сосын қайтадан 3 күн саласың деп. Тағы да ұзаққа созылады, бұл қалай болады екен деп тағы да таң қалып жүрдім. Күйеуіме айтып қой, мен де айту керек қой, тампоны 3 күн салғаннан кейін өстіп 3 күн салады екесін, көрейікші, осының последний раз. Жарайды, көренді деп сөйтті. 7 тампон Анузада әкеп берді Infinity компаниясынан. Тексердік барып, отырым тосып результатын. Алланы, Құдай, Алла тағала ашық болса екен деп тірілдеп күтіп отырмын. Содан кейін қағазды қолыма ұстата салды. Айтпайды, завтра гинекологу пойдешь деп. Айтасаңыз деп артынан қалмайым. Че у меня там, бар ма шанс, жоқ болсам? У вас проходимость, все чисто, открыто, завтра подойдете к гинекологу деп сөйтті. Ананы естіп алып, жылап шыққан, өзім дір-дір етіп шығып келетін, жылап атырымша, қалай болуы мүмкін ол. Мынау жай айта салды ма, мені расстраивать етпесін деп, мүмкін сөйтіп айта саған шығар деп, өз-өзіме сенбеймін. Үйге келіп мамаға айттым. Сағат 3-те мен уже гинекологқа барым керек. Сағат 3-ке емес, сағат 2-ге барып алып тосып отырдым. Ол кісі неге кетіп қапты, операцияға келіп сағат 5:30-да ма әрең кірдім, сағат 2-ден 5:30-да әрең кірдім. Енді результатты есту керек. Ананы қарады. Ну, былай подлечиться нормально дейді. Несі, труба у вас
проходимость, все нормально, яйца, клетки хорошо работает, чуть-чуть там кішкене дәрі таблетки попьешь, и на беременность пойдешь дегенде ананың қасында жүрмін. А что вы плачете, у вас это трубы открыты, проходимость есть дегенде жылап қоймаймыншы. Все нормально, нормально деп сөйтті. Үмітімді вообще үзгемін. Осындай тампоннан результатты алып отырмын. Infinity компаниясы өте мықты екен. Свечаны мен өз-өзіме результат алып отырмын. Вообще ризамын, қуаныштымын. Сол, бірінші Алла тағалаға рахмет, Infinity компанияға рахмет.